Ауызғы бөлмеде отыратын хатшы қыз кіріп, бір жас келіншектің жолығуға өтініп тұрғанын айтты. Ағайша қол сағатына қарады, онды көрсетіп тұр. Қалалық білім бөліміндегі жиылыстың қаншада екен тағы анықтап сұрап алды. Ағайша Мұратқызы, сағат 11-де кешігіп қалмаңыз, деді Сәуле. Барғанша біраз жер кептеліс бар дегендей. Онда кіре қойсын, не шаруа екен біле кетейін. Ағайша іргедегі бөлмеге өтіп, үсті басына, бет әлпетіне бір қарап алды. Елуді еңсергенімен әлі реңін бере қоймапты. Жүзін оңтүстіктің ащы күні біраз тотықтырғаны болмаса, денесі толысып үлгермеген, көз тоярлық мүсіні баяғысынша сол қалпы. Жарсыз, баласыз өткен 25 жылғы есіне түсіп, қабағы шәл шытынап қалды. Тағдырдың қаты кездігіне қарсы күресте талай тепкі көрген жан дүниесін одан әрі босаңсуға жібермей, өзіне ширатып жігерлене түсті. Айнаға қарамауға тырысты. Қараса баяғы сұлу да сымбатты, бірақ жалғызынан айырылып қалған жаралы жанды көретіндей тез кабинетіне қайта өткен. Киген киімінен, түр түсінен келіншек не қыз екенін айыру қиын, әдемі өңді, сүйкімді әйел баласы табалдырықтың арғы жағында тұрып. «Әпке, сәлеметсіз бе? Кірсем бола ма?» деген. Даусы жағымды, ибалы, сыпайы естілді. Бүгінгі оқыған тәрбиелі жастардың бірі. Кіре ғой айналайын. Әншейінде балабақша қызметкерлеріне қатал, қажетті ара қашықтықты үнемі өз дәрежесінде ұстайтын Ағайша неге екенін қайдам, өзінің бірден жұмсарып, еріп кеткеніне таңырқап қалды. Сонысын сездірмеуге тырысып, қозғалақтанып, бағалы креслосына мығымдала түсті. «Атың кім, қарағым?» «Айша». «Айша?» Мұның жан дүниесін бір жылылық сезімі желпіп өтті. «Кел отыр, мұнда отыра ғой». Алдындағы екі үстелдің оң жағын меңзеді. «Не шаруамен келдің?» Қыз рахметін айтып жайғасып алғансын, балабақша меңгерушісінің бірден қойған бұл сұрағын күтпеген бе, тосылып қипақтап қалды. Бірақ оқыған-тоқығаны бар емес пе, бірден бойын тіктеп алды. «Әпке, жоғары білімім бар. Мемлекеттік іс басқару саласы бойынша диплом алғанмын. Маған қазір еден жуатын, аула сыпыратын жұмыс болса да арланбас едім». Қыздың көзі ұшқындап кетті. Ар жағында бір өжеттіліктің лебі еседі. Кіргендегідей емес, дүр сілкінген кептердей жасықтықтан түлеп шыға келді. Ағайша мұның бәрін байқап отыр. Сосын ойланып қалды. Қандай жұмыс болса да көнемін дегенін қалай? Сол кезде қыз орындығында бұдан ширек ғасыр бұрын дәл өстіп отырған өзін көргендей болды. «Неге?» деді бұл ойлы қалпы. «Не үшін? Неге өз салаңнан қызмет таппадың? Мынадай дипломмен еден жуғаның несі?» «Әпке». Қыз булығып, көз жасына іркіп, бетін жасыра берді. «О, тоба, өзінің де өстіп жылағаны ше, менің тағдырымды басқаға бермесінші деп талай еңірегені ше. Бұл қалай болғаны?» «Егіз ұлым бар, 4-тен асты. Менің де ұлым Ерасыл 4-тен асқан еді. Жалмауыз енем бермей жіберді». Ағайша өзімен өзі іштей сөйлеп отырды. «Енем, күйеуім мен екеуміздің арамызға түсе берді. Түсінбейтінім немересін менен қызғанатын». Қыздың үні алыстап барып, қайта естілгенде болды. Ағайша ой тұйығынан арпалысып бетке шықты. «Егіз ұлыңды ма? Қызғанса немерелері ғой, оның несі айып, мұның дұрыс болмапты». Ағайша тіксініп қалды. «Жоқ, әпке, күйеуім енемнің жалғыз немересі. Арамызға от жақты». Ағайша өзінің не болғанын түсінбей кетті. Шыдай алмай жаңағы бөлмесіне қайта кіріп бара жатты. Көзінен тамшы мөлт етті. Өз тағдыры, өз енесі де жалғыз ұлын бұдан қызғанып, жап-жақсы шаңырағын қиратып тынған. Кетіп бара жатып, «Балаларыңды алып қалды ма?» деген даусы бұзылып. «Я» деген жауапты естейтіндей қалтырап кетті. «Жоға, әпке, ұлдарым өзіммен бірге.
соттасып, әрең. Қыз мұның артынан таңырқай қараған. Ағайша қыздың соңғы сөзін естіп, Құдайға шүкір, бірге екен деп үстінен ауыр жүк түскендей жеңілденді. Бетіне қан жүгіріп, шырайланып, орнынан келіп, қайта жайғасты. Әпке, қыз әңгімесін жалғастырды. Келгенімізге 6 айдан асты. Өзіме лайықты жұмыс таба алмадым. Жасы келген әке-шешеме масыл болғым келмеді. Әрі балабақшаңыз жақын. Жаяу келіп, жаяу қайтамыз. Жол жүріп, такси ұстап қиналмаймыз. Сосын жұрт осы балабақшаны мақтайды. Тәрбиесі, тамағы жақсы дейді. Тек сол үшін әпке, айлықта алмас едім, ұлдарымның ақысына жетсе болды. Қыз даусы бәсеңсіп, тағы мұңайып қалды. Хатшы қыз есікті тоқ өткізіп бір ұрып, сосын ашып тұрып. Сағат 10:30 болды. Тезірек шықпасаңыз кешігесіз, Ағайша Мұрат қызы деді. Ағайша әлі де өз мұңынан арыла алмай, денесін зіл батпан басқанда езіле түскен. Жылдам бойын сергітіп, асығыс жинала бастады. Қыз да ұшып түре келді. Өтінішіне жауап ала алмай, сасқалақтап, әбіржіп те қалды. Жәутеңдеп қарай берді. Құдды баяғы өзі. Құдай-ау, жүрегі қарс айырылып бара жатты. Қанша есікті тоздырып еді. Еркек кіндіктіден қайыр көрмеген. Көкейлері арамдық. Сұлулығын пұлдап алғысы келді. Ақыры бір әйелден пана тапқан. Анасындай қамқорлығына алып, осы дәрежеге жеткізген еді марқұм. Ағайша тамағына тіреліп қалған өксікті зорға тежеп, онысын сездірмеуге тырысып, кабинеттен жылдам шығып бара жатты. Айналайын, ертең балаларыңмен құжаттарыңды ала кел, деді. Ағайша түнімен ұйқы көрмеді. Бүкіл өмірі таң атқанша көз алдынан кино лентасындай 100 рет жүріп өтті. Сүйген жарымен болған 5 жылғы өмірі санасынан ешқашан кеткен емес. Дегенмен бүгінгі түн қайтадан бажайлап, сараптап шығуға мүмкіндік бергендей. Жанасыл момын еді. Адуынды анасының айтқаннан шыға алмады. Күйеуі ертеректе о дүниелік болып, барлық билік бір басына тигесін бе, енесі жаңа түскен келінін ашша алақанында, жұмса жұдырығында ұстағысы келді. Қит етсе бұлардың жоқшылықта өскен әулет екенін бетіне басты. Құда-құдағи болып араласудан қалды. Зәуде бір өлім жітімге барса, қабағынан қар сыздап, тікірейген қалпы кететінді шығарды. Ақыры не керек, отырса опақ, тұрса сопақтың аяғы ажырасумен тынды. 4 жасар ерасылын бермей, бұл бауыр еті баласын ала алмай шапқылаған. Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаны шықпас дегендей, мұның артынан неше түрлі алып қашпа әңгіме лестіріп, соңында қара есекке теріс қаратып мінгізіп жіберген. Күйеуінің көп жыл үйленбей жүргенін естіген. Кейін сымсыз телефондардан араққа салынып кеткенін біліп қан жылаған. Енесінің осынша қатыгездігіне ашынған. Жалғыз баласының өміріне балта шапқан жауыз екеніне мойынсұнған. Өзінің ұлы ерасылдың ер жетіп үйленгенінен де хабардар. Бірақ енесінің төркін жағы Орал қаласына көшіп кеткелі хабар ошарсыз қалған еді. Содан бері міне 5 жыл өтіпті. Ағайша жұмысына күндегіден ерте келген. Әйтеуір бір күш осы жаққа сүйрейлей берді. Бұл өз болмысын жақсы түсінеді. Сезімталдығы бар. Не жақсы, не жайсыз хабарды алдын ала сезетіндей жүрегі өрекпіп кететін. Ағайындарым аман болсыншы деп тіледі. Мына ковид пен пневмонияда елді есеңгіретіп жіберді. Талай айлардан кейінгі шектеуден соң балабақша жұмысын енді бастаған. 3 қабатты ғимаратты түгел қарап шықты. Бәрі күндегідей бір қалыпты. Жатын орын таза, асхана жұмысы талагеуімнен басталды. Ол жақта ойдағыдай. Күтуші тәрбиешілер міндеттерін мінсіз атқарып жүр. Анау айтқан кемшілік көзіне ілінбеді. Сосын аяңдап кабинетіне келген. Хатшы қыздың алдында кешегі қыз.
Жоқ, келіншек. Қасында томпиған екі ұлы. Үстері жып жинақы мұнтаздай. Ағайша оларға ойсыз, кәдімгі елдің баласына қарағандай қараған. Жүрегі дір етті. 25 жылғы бір елес көз алдынан жарқырап ұшып өткендей болды. Жүрегі қысылып, тынысы тарылып бара жатты. Әл дәрмені құрып, есік жақтауына сүйене берді. Хатшы қыз құтыдан су ала жүгірді. Келіншек те жан ұшыра жетіп демей берді. Ағайша Мұрат қызы, Ағайша Мұрат қызы. Әпке, сізге не болды, әпке? Ағайша тез есін жинап алды. Сүйретіліп креслоға келіп жайғасты. Алдында шынылы рәмкеде ұлы Ерасылдың суреті тұратын. Ол жоқ. Ары бері іздеді. Үстелдердің тартпаларын ақтарысты. Сейфті қарап көрді. Көрші бөлмені де сүзіп шықты. Бұл кезде именшектей басып, келіншек екі баласымен ішке аттады. Қолында бір будақ құжат. Мұның алдына жақындатып қойды. Ағайша әлі де тұманды түстен сейіле алмай отыр. Басы шыңылдап, көзі қарауытып, ештеңе көрмейтіндей. Құжаттарды ашып қарағанымен санасына ештеңе кіріп, түйсігіне ештеңе жететін емес. Мәңгірген меңсең. Орнынан тұрып, тағы ұлының суретін іздеп кетті. Еш жерде жоқ. Егіз ұл қымсынатын емес. Әр нәрсені бір ұстап, бір нәрселерді айтып, бұлдырлап, емін еркін жүр. Анасының так-так дегеніне көнбейтін сыңайлы. Сәуле, кенет Ағайшаның жан даусы шықты. Екі ұл жүгіріп мамасына келді. Қорқып қалғанға ұқсайды. Хатшы қыз тапырақтап жүгіріп кірді. Көзі адырайып кетіпті. Мұндағы баламның суреті қайда? Ағайшаның үні жарықшақтанып естілді. Уф, деді жүрегі орнына түскен қыз. Қорқып қалдым, даусыңыз қатты шыққанға. Ағайша Мұрат қыз, ол менде. Кеше үстелдің шаңын сүртіп жүргенде суреттің шынысы өзінен өзі шарт етіп сынып түсті. Не құдірет екенін білмей шошып кеттім. Содан қорыққанымнан бүгін жаңалатып қойдым. Сөмкемде, қазір әкелем. Хатшы қыз да бір нәрсені сезгендей қолындағы суретпен егіз ұлға жалтақ қарай берді. Ағайша суретті алып көкірегіне басты. Қос жанарынан мөлдір моншақтар саулап бара жатты. Күйеуіңнің аты кім? Ерасыл ма еді? Атаңның аты Жанасыл ма? Я, әпке, я. Келіншек орнынан атып тұрды. Құлыным ей, Ерасылым ей, құлындарым ей. Ағайша 6 ай іздеп, ботасын әрең тапқан аруанадай аңырап, даусын шығарып, жылап, екі немересін бауырына баса берді. Құрметті тыңдаушылар, соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Егер де арнама тіркелмесеңіздер, арнама тіркеліп, осындай қызықты әңгімелер мен оқиғаларды жіберіп алмаңыздар. Аман болыңыздар.